Videomuzun taqribi осы көшпелі алтын ғылыми фантастикалық әңгімесіндегі кейіпкерлер әлемі. Бүгінгі мақсатымыз көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін даралап жинақтаймыз. Ояту картасы сіздерге Сәмен Қажытай ғалымдарге енді осы әңгімеден мазмұны ұсынылды. Сіздерге кейіпкерлерді даралап жинақтаймыз және өз пікірімізді дәлелдеп ұсынамыз. Елестету, кейіпкердің қай түсі қалай елестеттіңіздер, сүйсіну, қай кейіпкердің қылығына сүйсіндіңіз, жек көру, қандай әрекеті ұнамады, жанашы шығарманың қай жерде аяушылық сезімі пайда болды, өкініш сезімі пайда болды ма, таңдалу. Дескриптор бағалау критерийі көрсетілген, бағалау, өз бағалау және екі ол әдісімен ұнады ұсыныс. Бастаңыздар, уақыт 1 минут. Қосымша уақыт беремін. Белгі дескриптор көрсетілген. Шыңғыс бірден картаға жазып жүрген. Бір әмір, 1, 2, жақсы. Бірінші топ, сіздер сәлмен айтасыздар, жақсы. Шыңғыс сіз айта қойыңыз. Еркежан, арқаға комплимент әдісіне сіз артына жаңағы стикер жабыстырып, мынаған ұстарыңыз, ұсыныстарыңыз жазасыз. Арқасына жабыстырыңыз. Жақсы айта қойыңыз. Шайтан тауға бару жоспары. Жек көру болмады, барлық әрекет ұнады. Жанашу оған сенбеуі, өкініш көшпелі алтынның шын болмауы, таңдану физикалық құбылыс. Тамаша, шын болмауы деген мен ойымша, сіз ойынша қалай екен? Жақсылабыз? Қалай жазды екен, қанетінде Еркежан? Менің ойымша, Шыңғыс бұл тапсырманы өте тамаша қабылдады. Келісемін, рахмет, жабыстыра ғой. Айша, айта ғой, Нұржан бағалар ғой. Жақсы, Қажытай. Елестетумен Қажытайды алғыр, сирек, адал дос ретінде елестеттім. Сүйсінумен Қажытайдың досын жалғыз қалдырмай, сәменмен бірге шайтан тауға барғанына сүйсіндім. Ешқандай жек көру сезімі туындамады. Мен Қажытайдың үңгірге қозғатылған сәтінде оны аяп кеттім. Өкініш, олардың көшпелі алтын жеп жүргені жай ғана найзағай болғаны өкінішті болды. Жырағай молния мен шайтан таудың шын өмірде болуы мені шаңдандырды. Бағалаңыз. Жақсы жазған, өз ойын жақсы білдіреді. Қосатынын ешқайсы жоқ. Жақсы. Осы графикқа жылдан келіп, Сәмен мен Қажытайдың ғалымдардан қандай кейіпкерлерге қандай көңіл күйлері сіздер өзгеріс болған түсірсеңіздер. Тамаша, жазалыңыз. Бірінші топты тыңдайық. Айта ғой, неге мынандай график болды сізде? Ең басында Сәмен көшпелі алтынды көріп, оның шын екеніне содан кейін ол досымен бірге сапарға аттанады. Жақсы. Және де оны одан сайын ақпарат білмей, бірақ ол көшпелі алтынның шын екеніне әлі жақсы көтереді. Содан кейін ол көшпелі алтынның ол физикаға байланысты құбылыс екенін көңілге түседі онда. Одан кейін ол ғалымдардан ақпарат біліп, сол ақпарат үшін ол ақпаратты білгенде қуанады. Жақсы, тамаша, жарайсыздар. Рахмет. Отырамыздар. Екінші топ. Қалай болды сіздерде? Айтып, мына жаққа тұра ғой. Мен Сәмен Қажытайға келеді, ол кезде көтеріледі. Одан соң Қажытай екеуі жолға шығады, тағы да көтеріледі. Жақсы. Одан соң олар шайтан тауға жетеді. Жақсы. Көтеріледі. Неге түседі? Олар үңгірге қорқаты болады. Қорқынышты, тамаша, жарайсыздар. Одан соң олар ғалымдарды көреді, сол кезде көтеріледі. Жақсы, тағы да. Кейін олар сол шайтан тауы жайлы ақпарат алып көтереді. Ажат, рахмет, тамаша, жарайсыздар. Қазір сіздердің білімдеріңізді мына топқа бағдарлама арқылы тексерген білесіздер, қолданып жүрген, мына жерде аты-жөндеріңізді жазасыздар, әрқайсыларыңыздың алдарыңызда тұр, және берілген жауаптар бойынша берілесіздер. Келесі сіздерге балалар немені жібердім, және сабақ басталардың алдында екі топ Google форма онлайн кіресіздер, жауаптарыңызды белгілейсіздер. Қоскөл орта мектебін бөліктірген жаңалық. А. Көшпелі алтын мектепке келді. Б. Сәмен көшпелі алтын. Соңғы сұрақ Сәменнің не жағындысы? Ернұр ма, жанамай ма, Қажытай ма? Қажытай. Екі топ маған жібергендеріңіз келіңіз. 85% тамаша. Сая, жақсы. Әкелі ғой. Тамаша, жақсы. Қоқтыру керек.